Сәлем, менің аты жөнім Қалтай Ақерке. Мен Абай университетінің бірінші курс студенті, қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәнін таңдаған студентпін. Студент деген өте ерекше сезім. Жаңа орта, жаңа таныстық, жаңа мұғалімдер, жаңа қала. Бұның барлығы өте қызық, ерекше сезім. Әрине қопал-жол болады, барлық жауапкершілік сенің мойныңда, барлығына сен өзің жауап беруің керек, барлығына атсалысуың керек. Bir жағынан қиын, bir жағынан қызықты, бір өте ерекше сезімдер. Университетке келген кезде ортам қандай болады деген ой бірінші болып келді. Қандай группаға түсем, қандай топпен оқимын, өзім қалай сабақты алып кете аламын, қандай ұстаздар болады, олармен тіл табыса аламын ба, жоқ па, барлық ойым сол болды, және ол ойымды өзім жеңе алдым деп ойлаймын. Иә, өзімнің тобым, жалпы өзімнің группам өте белсенді, өте қызықты, адамды жылы қабылдай алатын орта болды да.